Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге қазақша Roblox. Біздің каналға қош келіпсіздер. Бүгін біз бақыттың болмауы деген мини фильмнің 3-ші часті, яғни бұл бізде соны болатын болады. Ал сонымен видеоны бастамас бұрын біздің каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және колокольчикті басып қойыңыздар, зато біздің видеомызды ең бірінші болып сіз көре аласыз. Ал сонымен біз бастаймыз. Айлым қызым, бүгін сен мектепке баратын боласың. Анашым, барым келмейді. Жүре ғой. Бүгін менде шаруаларым бар еді. Сені үйде жалғыз қалдырып кете алмаймын. Кеттік, жүре ғой. Айтпақшы, мектепте өте күшті болады. Неге сен мектепке барғың келмейді? Жай. Әлде сені ол жақта мазақтай ма? Жай. Жақсы. Түнге болып жатса айтамын. Саған ешкім тиіспейді деген үміттемін. Өйткені менің құрбым сол мектепте, сен оқитын мектепте директор. Саған ешкім тиісе алмайды. Так, келдік, бара ғой. Егер олар тиіссе, мен сіздің құрбыңызға айтып бере алам ба? Әрине. Ол менің жақын құрбым. Жарайды, мен кеттім. Мен бүгін детский садқа баруым керек. Так, достар, мен детский садқа, яғни балалар үйіне келдім. Сәлем. Осы жерде едім. Олар көшіп кетті. Біз де көшіп барлығын естедік. Так, тәрбиеші ханым, тәрбиеші. Сәлеметсіз бе, не болып қалдым? Сәлеметсіз бе, тәрбиеші ханым. Я, не болып қалдым? Айта беріңіз. Сізге бірдеңке айту керек еді. Бұл өте маңызды жағдай деп айта аламын. Не болып қалды? Айта беріңіз. Мен сізді жақсы тыңдап отырмын. Сізге айтайын дегенім, Арелым менің туған қызым болып шықты. Яғни, Арелым кішкентай кезінде, мен туған кезде дәрігерлер оны шетінеп кетті деп өтірік алдаған болатын. Содан бері біз дәрігерлерді таппай жүрміз. Мен полицияға сөйлесіп қойғанмын. Ол кісілерді әлі недейін тапқан жоқпыз. Мүмкін Арелым менің туған қызым шығар. Сіз бұл жерге Арелым қалай келді, осы жайлы айтып бересіз бе? Айнара ханым, сіздің туған қызыңыз қалай болуы мүмкін? Жақсы, мен сізге бәрін айтып берейін. Бұл жерге Арайлым кішкентай кезінде, тура сәби кезінде жаңадан туған болып келген болатын. Яғни бұл жерге дәрігерлер осы қызды өткіземіз. Есімі Арайлым, және біз бұл қыздың туған анасын білеміз. Есімі Айнара. Және олар менен пара сұраған болатын. Және ол дәрігерлердің есімі менің ойымша, менің есімде қалды ғой деймін. Бекболат болуы мүмкін. Осы жерге өткізген. Және оның қасында, по-моему, Айша және Талғат деген медик пен медсестра болды. Шынымен айтып отырсыз ба? Ол ешқандай да өтірік емес пе? Енді айтайын дегенім, маған қараған Бекболат, Айша және Талғат деген медсестрамен, медик және Бекболат деген солардың бастығы еді. Осылар сіздің қызыңыз шетінеп кетті деп өтірік айтқан болатын. Да, Арелым сіздің туған қызыңыз болуы мүмкін ғой, я? Жоқ, ол менің туған қызым. Жақсы. Енді төл құжаты бәрі сізде болады. Жақсы, сау болыңыз. Рахмет, сау болыңыз. Енді мен бұны Арелымға жеткізу керекпін. Арелымды тез арада алып кетейін. Так. Арелым қайда екен? Звонайын десем, телефоны жоқ. Ол қызға телефон беру керек. Анашым! Қызым, кеттік. Саған жақсы әңгімем бар. Жүр, кафеге барайық. Кафеге тамақ ішеміз бе? Әрине. Ол басқа жеріне.
кафеге барамыз, тамақ ішеміз. Сенің тәрбиешіңмен сөйлескен едім. Мен де алып кетуім керек еді. Мен де тәрбиешімен көріскім келіп жүрген. Жоқ, мен әшейін ол кісімен сөйлестім. Саған қазір барлығын айтатын болам. Жарайды. Кеттік. Анашым, маған донер мен бургер алып берші, және де фри. Мен қатты фри жақсы көремін, анашым, өтінемін. Жақсы, келе ғой. Мен саған қазір бәрін түсіндіріп беремін. Өте күшті ойнадық. Ас болсын. Мектепке барамын. Маған ұнады. Саған айтайын дегенім, сен менің туған қызымсың. Немене? Анашым, әзілдемеңізші. Мен саған шынымен айтам. Сені кішкентай кезінде дәрігерлер шетінеп кетті деп маған өтірік алдаған етін. Сосын сені жетімдер үйіне өткізіп, олар өздері ақша, пара алған. Не? Енді сен менің туған қызымсың. Сен өз анаңды таптың. Саған айтқым келгені осы етін. Мен сені қанша жыл іздедім. Мен сенен кейін бала көтере алмаған соң осы жетімдер үйіне келген болатын. Әкем кім сонда менің? Сенің әкең Дубайда. Яғни ертең келеді. Ол жұмыс бабымен кеткен етін. Анашым, сіз өтірік айтып тұрған жоқсыз ба? Сіз өткенде сенің әкең енді келеді деп. Мен алдап әлі келген жоқ қой, қайықтан сонда. Шынымен де ертең келеді. Немесе бүгін келуі мүмкін. Неге дәрігерлер сондай қатыгез болды? Жарайды, жығылмашы, мен де білмеймін. Жүр, киноға барайық. Барым келмейді, көңіл күйім жоқ, үйге барайықшы. Жоқ, мен сенің туған анамын. Жыламам. Мен сенің қасындамын. Кеттік, одан да кино театрға барып, көңіл күйімізді көтерейік. Қазір, көңіл күйімді кішкене көтеріңкі болай. Әкемнің түрін көрмеппін. Әкемді көргім келеді. Әкем де сіз сияқты жақсы адам шығар, иә? Әрине. Әкең сені егер шетінеп кетпеді дегенде сені қатты жақсы көріп кетпейтін еді ғой. Жүр ағай, түс ағай. Ойбай, не болып кетті анау. Кеттік. Киноға да келіппіз. Кеттік ағай. Анашым, попкорн алайықшы. Жақсы. Кеттік ағай. Мынандай күшті кинолар болып жатыр екен. Отыр ағай. Ойбай. Ой, жатып алғайын. Өзімнің қайғы. Күшті болып жатыр. Анашым, мен қазір әжетханаға барып келейін, сіз ол жақта отыра беріңіз. Жақсы. Өзімді жаман сезініп тұрмын. Жүрегім шаншып ауырып жатқандай. Мен келдім. Анашым, сізге не болды, анашым? Қызым, менің жүрегім ауырып тұр. Қашаннан бері ауырып тұр? Қазір басталды ма? Жоқ, бұрыннан бері ауыратын. Неге көрінбедіңіз? Асқынып кеткен шығар мүмкін. Жоқ, көрінгенмін. Бәрі жақсы. Болды, жүре ғой, кеттік. Анашым, жүріңізші, сізге су берейін. Жоқ, бәрі жақсы, кеттік. Жүріңіз. Дәрімді ішіп алғам. Ол өзі сонда кеш не істейді. Киномыз да бітіп қапты. Кеттік. Жарайды, анашым. Кеттік, екінші этажға барып көрейік. Апайлаңыз. Иә. Мынау менің жұмыс істейтін орным. Мен журналистикада жұмыс істеймін. Керемет. Кеттік. Ал мына жерде сенің папаң жұмыс істеген. Тағы мына жерде мужской киімдер сатады.
Айтпақшы, бұл жерде енді сен биге қатысатын боласың. Мен сені биге жазып қоям. Иә. Айтпақшы, баяғыда жазып қойғам негізі. Келе ғой, саған сыйлығым бар. Қандай сыйлық тағы да? Қайда кеттің? Мен мына жақта Келе ғой. Мен қазір ғана саған ноутбук алдым. Сен бұл ноутбукқа лайықтысың. Yes. Жүреді, кеттік, жүре ғой. Ана жақта папаңның качалкасы бар, тренировка. Бұл жерге негізі мен де келгенмін, және йогаға да қатысқанмын, биге де қатысқанмын. Өте күшті. Абайла. Ой, абайласаңшы. Жарайды, кеттік. Анашым, істе бәрі жақсы ма? Жүніс, больницаға барайық та. Жарайды, тез арада. Ай, қызым. Анашым, Қатты ауырып жатырмын. Мені көтеріп апара аласың. Анашым, Жүніс, ай, белім. Тез арада. Ай, арқам, ай, не дейін. Тен ауыр болып. Тез арада. Ай, не деген ауырсыз. Белім, ай, белім. Белім, ай. Тез, көмек. Кешірші. Дәрігер. Кешір. Ай, белім. Анашым, белім ауыр кет. Қатты ауырып жатырмын. Ай, арқам, ай. Ай. Енді осылай жүруге тура келеді. Анашым, кешіріңіз, мен сізді көтере алмадым. Дәрігерлер қайда? Дәрігер! Дәрігер, менде бәрі жақсы ма? Дәрігерлер қайда кеткен? Дәрігер. Сәлеметсіз бе? Талғат. Көріскен жеріміз осы кеңғай. Менде бәрі жақсы ма? Сізде? Сіздің жүрегіңіз ауырады. Қызыңызды жетілер үйіне өткізіп тастағаннан кейін. Анам сіздің Мен өз қызымды таптым. Не? Қалайша? Достар, кешіріңіз. Енді осындай кезі көкөніске кетеді. Иә, мен өз қызымды таптым. Қалайша? Оның есімі Арайлым. Иә, өте дұрыс таптыңыз. Сіздер оны шетінеп кетті деп өтірік алдаған етіңіздер. Және сіздер тәрбиешіден пара алдыңыздар. Маған сөйлемеңізші, мен қазір Сейілқұлы Бекболат врачты шақырамын. Бекболат! Бекболат қайда? Айша! Бекболат жоқ. Айша да жоқ. Ал енді мен сізбен жұмыс істейтін кезім келді. Мен өлдім. Өлгеніміз тіптен дұрыс болды. Сіздің қызыңызды қайта жетімдер үйіне өткізіп жүрегін ауыртамыз. Анашым деп жылаған кезің, мұнайған кезің, мөлдіреп, көзі мөлдіреп сізді сағынған кезің көргіңіз келеді ме? Жоқ, мені өлтірмейсіздер. Мен қазір мен сізге наркотик беремін. Қазір. Жоқ. Қазір тауып алайын. Мен қазір наркотикті өзім табармын, бірақ мен ана қызға айтып келейін. Сенің аның өлді деп. Жоқ, қызымның жүрегін ауырттыңыздар.
қызымның жүрегін ауыртасыздар ғой. Ей, қыз. Енді сенің анаң өлді. Яғни қайтыс болды. Енді қайттан біз сені жетім жөрейіне өткіземіз. Не деп тұр? Тағы да ақша табамыз сені өткізіп. Сол бұрынғы тәрбиешінші жұмыс істеп жатқан, я? Мынау не деп тұр? Мен жазылам бір күн. Анан өледі. Қазір біз оған наркотик береміз. Мына наркотиктің ішіне бірдеңке қосу керек. Так, осы дәріні қосам. Келе жатқан сияқты тезірек жатып қалайын. Барып отыра бер. Ай, жатсай. Жоқ. Анашым, мен анашыма барамын. Артты. Анашым. Уайымдама қызым. Мен қазір бәрін тындырам. Ей, тыныш тұр. Так, маған тез арада қосып кетейін. Так, қосайын, дәрігер келіп қалмасын. Тұр осы жерде. Мыналарды қосайын. Так. Мына жерде тұр, мен болсам мынаның бәрін қосу керек. Келе жатқан сияқты. Жатайын. Анашым да бермей жатыр. Анашым. Дәрігер, тез арада келесіз бе? Не болды? Қызымды пышақтайын. Енді осындай маньяктармыз. Не істейміз, амалымыз жоқ. Дәрігер. Мына жақта тұрған суымды алайын. Менің суымды алып жатыр. Мен қазір жасылып кетем. Шырамыз наркотикті. Сурет салып жүрейік. Ей, нағайла. Менде бәрі жақсы ма? Мына дәрігерді өлтіру керек. Қолыңды көтер! Өлді. Мен бұны өз қолыммен өлтірдім ба? Мен мынаны өз қолыммен өлтірдім ба? Тез арада қашу керек. Айша, ой, арайлым. Қызым қайдасың? Аяғым. Мынау тірілді. Коляска қайда? Мама. Коляска. Мен саған бәрін өлтірдім. Менің қызым қайда? Дәрігерлер қайда? Менің қызым қайда? Неге дәрігерлер қарамайды қызына? Неге олар сондай қатыгез дәрігер? Мына Бекболат деген жалмауызды өлтіргенім жақсы болды ше. Өлтірмесем. Қызым? Анашым. Қызым, мен тірімін. Ол мені өлтірмекші болды. Қолына пышақ сабағылды. Мен қашып үлгердім. Қызым, біз бәрі жақсы. Ол өлді. Мен оны өз қолыммен өлтірдім. Анашым, сотталасың ғой. Мен бар еді. Қызым, болды. Шыра ғой. Сіз сотталсаңыз мен қалай өмір сүремін. Мен қайттан жетім жөрейіне кетемін ғой. Неге мені ойламадыңыз? Қызым, Бекболат өлді. Бірақ Айша мен Талға аты кім еді? Ананың дәрігердің аты кім еді? Талғат. Ая, Талғатты өлтірдім. Бекболат пен Айша сотқа кетті. Мен арыз жаздым. Олар қазір сотта. Біз жеңдік, қызым. Енді сотталмайсыз ба? Я, қызым. Бірақ Анашым, сізде бәрі жоқ. Анашым. Өзіңді Дәрігер жоқ. бір түрлі Дәрігер жоқ қой, анашым, басқа дәрігер жоқ. Мен іздеймін. Анашым. Көмек! қызым, мен сені жақсы көремін.
достар, осы видео сіздерге ұнаса, тогда біздің видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздер үшін осындай қызықты видео түсірдік. Бұл енді соңғы сериясы, соңғы часті. Ал видеомыз ұнаса, тогда біздің каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ал сіздермен болған Қазақша Roblox. И всем пока!